Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен бірге Айгерім. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен сметаник дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен ыдысымызға ұн саламыз және қант саламыз, араластырамыз. Сонан кейін ванилин саламыз және жұмыртқа саламыз. Үткіштен өткізілген сары майымызды салып, барлығын жақсылап араластырып шығамыз. Осындай жұмсақ қамыр шығуы тиіс. Сонан соң целлофанға салып, холодильникке қойып қоямыз. Негізгі бөлігін дайындаймыз. Ол үшін сметана, қант, ванилин, жұмыртқа салып барлығын араластырамыз. Сонан соң крахмал саламыз. Картофельный болсын, кукурузный болсын жарай береді. Сонан соң қамырымызды оқтаудың көмегімен жайып, формамызға салып, әдемілеп реттеп шығамыз. Сонан кейін негізгі бөлігін құямыз. 180 градуста қызып тұрған пешке 30 немесе 40 минутта пісіріп аламыз. Өзіңіз қалауыңызша әсемдесеңіз болады. Мен қант ұнтағын сеуіп, үстіне жеміс-жидекпен әсемдедім. Видео ұнаса лайк басып, пікір қалдырып, менің каналыма келуді ұмытпаңыз. Ең оңай қарапайым тәсілмен бөлістім. Ас болсын.